Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай күріштен гарнир жасап үйренетін боламыз. Дәл осылай гарнир жасап үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Құрамына қосылатын заттардың бәрі осы видеоның астында описаниеде тұр. Ең бірінші кастрөлге су құямыз. Одан кейін бір қасық тұз саламыз. Одан кейін 40-50 миллиграммдай сұйық май құямыз. Газды қосып, суды қайнатамыз. Күрішті осы ыдыспен өлшедім, және суын осы ыдыспен 1,5 қылып құйдым. Күрішті жақсылап әппақ боп ағарғанша, крахмалы кеткенше 7-8 рет жақсылап жуамыз. Және күріштің крахмалын кетірудің тағы бір жолы, ыстық суға тұз салып 10-15 минутқа қойып қойсаңызда крахмалы жақсы кетеді. Қайнап тұрған суға күрішті саламыз. Суы қайнаған соң газдың астын баяу отқа қойып қоямыз. 10-15 минутта күрішіміз дайын болады. Міне достар, біздің гарниріміз дайын. Мен бұл гарнирді бризоль деген тамаққа қолдандым. Дәл осындай тәсілмен басқа тамақтарға да гарнир жасасаңыздар болады. Өте оңай. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпайық достар.